Авторские права. Бүгін менің бір видеома авторлық құқық бойынша шағым келді. Бұл көрініс сізге де таныс болуы мүмкін. Егер біз авторлық құқығы бар музыкалық әндерді бейнемізге қолданатын болсақ, осылай ескерту келеді. Өйткені YouTube'да авторлық құқық ережесі бірінші орында тұрады. Монетизация қосқанға дейін менде бір видеоға ескертулер келмеген болатын. Қалай монетизацияға қосылдым, осылай ескертулер келе бастады. Яғни монетизация қоспағанына да мән беретін авторлар бар екен. Сондықтан музыканы қолданғанда сақ болыңыздар. Егер видеоға авторские права деп ескерту келетін болса, сізде екі вариант бар. Не видеоны өзгеріссіз осылай қалдырасың, немесе видеоның музыкасын өзгертіп дұрыстайсың. Егер өзгертпей қалдыратын болсаң, бұл видеоның просмотры сағатынан пайда болмайды. Ал музыкасын өзгертіп дұрыстайтын болсаң, видеоға қайта монетизация қоса аласың. Таңдау әр адамның өз еркінде. Видеоны дұрыстау үшін Google арқылы YouTube студиясына кіресің. Менюдан контент бөлімін басып, қандай видеоға ескерту келді, сол видео қатарындағы авторские права дегенді бассаң, нарушение авторских прав деп, қандай музыка авторлық құқықты бұзады және ескерту қалай әсер етеді, сол бойынша толық ақпарат көрсетілген. Қысқаша тоқтала кетейін, ескерту каналдың дамуына әсер етпейді. Видеоны бұрынғыдай барлық адамдар көре алады. Бірақ та видеоны монетизациялау мүмкін емес. Монетизация недоступна, яғни қолжетімсіз. Қандай музыкаға, музыка қанша уақыт қолданылған, енді бұл видеоның рекламасынан түскен табыс авторлық құқық иесіне түсетіні ескертілген. Жұмысты орындау үшін оң жақ бұрыштағы үш нүктені бассаң, бұл бейнені қалай дұрыстауға болады, сол бойынша вырезать фрагмент, заменить трек, удалить трек және оспорить заявку деп шығады. Осы жерден біреуін таңдайсың. Вырезать фрагментті бассаң, музыкасы бар аралық кесіледі. Заменить тректі басу арқылы музыкасын өзгерте аласың. Удалить трек арқылы видеоға қосылған музыка жойылады. Егер әннің құқығына ие болсаң, немесе рұқсатың бар болса, оспорить заявку дегенді басып, қайта шағымдана аласың. Бұл видеода заменить трек құралы арқылы Роза Әлғожаның «Аппағым» әнін басқа музыкаға ауыстырамыз. Музыкалар көп, минуттары да әртүрлі. Бұл жерден жақсы музыкаларды табу қиын. Жақсы музыка жоқ десе де болады. Бірақ та осындай жағдайларда қолдануға тура келеді. Енді осы музыкалардың ішінен біреуін добавить деп басу керек. Соңында сохранить дегенді бассаң, компьютер өзі ауыстыруға кіріседі. Бұл жұмыс біраз уақыт алады, сондықтан студиядан шығып, 2-3 сағаттан кейін кіріп тексеріп көрсең болады. Музыкасы ауыстырылғаннан кейін видеоға қайта монетизация қосылады. Егер видеоға авторские права деп келсе, видеоны удалить етпей-ақ YouTube студиясында осылай дұрыстай аласың.
Видео пайдалы болса, арнаға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.